Адам үшін денсаулықтан асқан ешқандай бақыт, байлық жоқ екені баршамызға белгілі. Осы денсаулықтың 90% жағдайда біздің өміріміздің дұрыс өмір сүруімізге, дұрыс жұмыс, тірліктер істеуімізге септігін тигізетінін біз білеміз. Ендеше сіздердің денсаулықтарыңызды дұрыстауға көмектесетін мен сіздерге бірнеше лайфхактармен бөліскім келіп отыр. Олай болса, кеттік. Ең біріншісі, қатты ыстық тамақты ішпеңіз. Ыстық тамақтар адам организміндегі әртүрлі зиянды микробтарды жоятыны баршамызға белгілі. Ал қатты ыстық тамақ адам организміндегі пайдалы микробтардың да жойылып кетуіне септігін тигізеді. Сонымен қоса, ас қорыту жолы, асқазан ішек жолдарымыз біздің өте температураға сезімтал болып келеді. Ал қатты ыстық немесе қатты салқын тамақ сол сезімтал қабаттарды бұзып, біздің организмімізде, асқазанымызда гастрит деген сияқты әртүрлі аурулардың пайда болуына алып келеді. Біздің жейтін, тұтынатын тамағымыз, сусынымыз 45 Цельсий градустан асып кетпеуі керек болып табылады. Екіншісі, суды бірнеше рет қайнатпаңыз. Егер сіз суды бірнеше рет қайнататын болсаңыз, оның құрамындағы пайдалы микроэлементтер жойылып, оның орнына организмде әртүрлі рак сияқты ауруларды тудыратын зиянды заттардың көбейіп кетуі ықтимал. Негізінде судың қайнатылғаны емес, судың қайнатылмағаны абзалырақ болып келеді. Қайнатылмаған суды фильтрден өткізіп ішетін болсаңыз, ол сіздің организміңізге ешқандай зиян келтірмейді. Кейінгі уақыттарда құдықтан шығатын сулардың өзінде құрамында мышьяк анықталып, ол суларды да кез келген жерде ішуге кеңес берілмейді. Сондықтан ең пайдалысы қайнатылмаған әрі фильтрден өткен су болып табылады. Үшіншісі, суды көбірек ішіңіз. Адам организмінде бір тәулікте шамамен 2 литрдей су қажет болып табылады. Дегенмен, адамның әрбір килограмм салмағына 30 мл су қажет болып табылады. Мысалы, сіздің салмағыңыз 70 келі болатын болса, сізге тәулігіне 2 литр су жеткілікті. Ал егер сіздің салмағыңыз 80 келі болатын болса, онда сізге тәулігіне 2,5 литр қажет болып табылады. Суды шамадан тыс қолдану да, суды аз мөлшерде қолдану да дұрыс емес. Сондықтан өзіңіздің салмағыңызға лайықты су мөлшерін қолданыңыз. Күнделікті уақытта жаңғақ жеп тұрыңыз, ол сіздің өміріңіздің ұзартуына септігін тигізеді, дейді мамандар. Жаңғақты күн сайын жесеңіз де ол сізге артық етпейді. Жаңғақтың құрамында Е дәрумені бар екенін ұмытпағанымыз жөн. Жаңғақты күнделікті жеп отыратын болсаңыз, ол сіздің организміңіздегі қартаю процесін баяулатуға көмектеседі. Жаңғақты күндігіне 100 граммнан артық жемеңіз. Жаңғақтың ішіндегі ең пайдалысы кәдімгі өзіміздің грек жаңғағы болып табылады. Бесінші кеңес. Егер үйіңізде газ плитасы болатын болса, оны жылдамырақ Егер сіздің үйіңізде газ плитасы болатын болса, сіз оны электрлік плитаға ауыстырғаныңыз жөн болып табылады. Өйткені газ плитасынан жанған ауадағы күйе сіздің бөлмеңізге, сіздің үйіңізде қалғып, сіз демалған кезде сіздің өкпеңізге барып қонуы әбден ықтимал. Сонымен қатар, газдың жарылу қаупі өте жоғары екенін ескергеніңіз жөн. Алтыншы кеңес. Күн сайын сабынмен жуынбаңыз. Егер сіз күнделікті сабынмен жуынатын болсаңыз, сабынның құрамындағы заттар сіздің бетіңіздегі терінің эластикалығын сақтап тұратын қабатын бұзып, сіздің теріңізге ертерек әжім түсу қаупі жоғары болып табылады. Сондықтан әр күн емес, күн ара қолдансаңыз жеткілікті. Немесе аптасына 3 рет қана сабынмен бетті жуу жеткілікті болып табылады. Одан асып кететін болса, сіздің теріңіз құрғап, әжім түсу қаупін арттырады. Сабынның орнына кәдімгі душқа арналған гельді пайдаланғаныңыз тиімдірек болып табылады және зияны азырақ болып келеді. Міне достар, осындай қарапайым әрі қызықты лайфхактар арқылы сіздің күнделікті өміріңіздегі денсаулығыңызға келтіретін зиянды азайтып, оған келетін пайданы көбейтудің жолдарын айтып өттік. Жақындарыңызға, достарыңызға пайдалырақ болу үшін осы видеомен WhatsApp-тағы топтарға жіберуіңізді сұранамыз. Сонымен қатар сіздің өзіңіздің күнделікті қолданатын пайдалы лайфхактарыңыз қандай? Соны астында пікірге жазып кетсеңіз, нұр үстіне нұр болады. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.